Баршаңызға сәлем, ораза айт құтты болсын. Сіздермен тілгеспек жоқ, Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас. Осыдан 5 күн бұрын Армения, Беларусь, Қырғызстан, Қазақстан мен Ресей кіретін Еуразиялық экономикалық одақтың отырысында күтпеген оқиға болды. 5 елдің президенті ұйым тарихында алғаш рет көзқарас қайшылығына байланысты алдағы 5 жылға арналған даму стратегиясын қабылдаған жоқ. Одан қоймай Тоқаев тіпті одақты құру кезінде Қазақстанның бірқатар нәрселерге қарсы болғанын айтты. Ресей бұған қалай жауап берді? Тоқаев саяси ұпай жинап жатыр ма? Әлде шынында Ресейден тәуелділікті азайтпақшы ма? Және енді одақтың жағдайы қалай болмақ? Осы туралы ақпараттарды жинадық. Сонымен не болды? Мамырдың 19-ында Еуразия экономикалық одағына мүше елдердің президенттері видеоконференция арқылы өткен жиында ұйымның алдағы 5 жылға арналған даму стратегиясын қабылдаған жоқ. Армения мен Беларусь одақ аясында газдың ортақ тарифі жоқтығына наразы. Ал Ресей тығыз интеграция жағдайында ортақ нарық қалыптасқанда ғана, яғни Ресейдің саясатына көнгенде ғана бірыңғай тариф болады деді. Қазақстан жағы қазіргі стратегия жобасы үкімет пен парламенттің егемен құқығын шектейді деді. Еуразия экономикалық комиссиясының өкілетін кеңейту мәселесіне байыппен қарау керек десе, Ресей одақтың осы реттеуші органның рөлін нығайтуға құлшынып отыр. Тоқаев Еуразиялық экономикалық комиссияның тіпті құрамын жасақтау талаптарын өзгертуді ұсынды. Одан басқа Тоқаев одаққа кірер кезде Қазақстан көптеген талаптарға бағынғанын да еске салды. Тоқаев комиссияның қазіргі тәртібі бойынша атқарушы лауазымдар әрбір мемлекеттің құйған қаржысына қарай таратылатынын еске салды. Ал одақты құрғанда Қазақстан ондай ұстанымға қарсы болған екен. Қазақстан әу баста ондай тәсілге қарсы болды. Нұрсұлтан Назарбаев та осы мәселеге қатысты бірнеше рет пікір білдірген болатын. Алайда одақты құру туралы келісімді рәсімдеу үшін Қазақстан өз ұстанымын өзгертті. Былайша айтқанда жол бердік, деді Тоқаев саммитте. Жалпы 5 елдің президенттері келісе алмай жатқаны жаңалық емес. Ресейден тәуелділікті азайту бұрыннан келе жатқан ортақ талпыныс. Одақты мысалы Беларусь президенті Лукашенко қатты сынап жүрген. Қазақстанда қазір сынаушылардың біріне айналып барады. Қырғызстан президенті Сауранбай Жээнбеков те соңғы кезде сыпайы түрде дипломатиялық жолмен Қырғызстанның одақ жұмысынан көңілі қалғанын білдіріп келеді. Арменияда болса, Қазақстанды тіпті ұйымнан шығарып тастауға шақырған сарапшылар да болды. Қабылданбаған стратегияны дайындауға Ресей белсене қатысқан екен. Мәскеу бұл жолда біздің және қалған 3 елге экономикалық бақылау жүргізуге жол ашатын кейбір пунктлерді қосуға тырысыпты. Әрине, мұны басқа елдер қабылдаған жоқ. Олар мұның қауіпті екенін түсініп отыр. Стратегияның қабылданбауы Тоқаев сөзіне реакция ғана емес. Құжатта Еуразия экономикалық одағында бұрыннан бар қарама-қайшылықтар жиналып қалған. Тоқаев жалпы стратегияны елдің егемендігін шектейді деп, мұны қоғам қабылдамайтынын айтты. Бұл нені білдіреді? Тоқаев расымен егемендікті қорғап қалғысы келді ме, әлде қоғам алдында имиджін көтермек болды ма? Осы сұрақтарды Азаттық саясаттанушы Досым Сатпаевқа қойған екен. Менің ойымша, екіншісі, қазір Тоқаев өз имиджін беделін жақсарту жолында белсенді жұмыс істеп жатыр. Бұл әсіресе былтыр өткен даулы президент сайлауынан кейін күшейді. Былтыр ол президент ретінде жұмысын халықтың сенімі түгесілген кезде бастады. Енді қазір түрлі әлеуметтік экономикалық бастама көтеру арқылы сенімді қайтаруға тырысып, жаңған үміт президенті атануға тырысып жатыр. Сыртқы саясатта танытқаны да осының бір бөлігі. Айтпақшы, одақ отырысында былай сөйлегені қызық болды. Себебі осыған дейін сыртқы саясат экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың монополиясында еді. Тоқаевтың жиын кезінде айтқаны біз 2014 жылдан бері көптің талқысына салып айтып жүрген сөздер. Еуразия экономикалық одағы құрылғалы жатқанда-ақ мұны Қазақстан түскелі жатқан экономикалық қапқан деп атап, одақты Ресейдің геополитикалық жобасы деп келдік. Оның үстіне бұл Мәскеу Қырымды аннексиялаған 2014 жылмен дөп келді. Ресейдің одақтағы мүше елдерге түрлі мәселе тудыратыны айқын еді. Тоқаевтың кешегі сөзін біз алда төнуі мүмкін қауіп ретінде көп жылдан бері айтып жүрміз. Қазір Қазақстан халқының басым бөлігі одақ жұмысын нақты бағалап, одақтың өлі туған құрылым екенін ұғып жатыр.
2014 жыл Назарбаевтың бизнеске 70 миллион тұтынушысы бар нарық ашылады деген уәдесінен соң кәсіпкерлерде үміт пайда болған. Бірақ мұның бәрі ертегі болып шықты. Себебі Ресей нарығын жаба бастады, бақылауды күшейту шараларын жүргізіп жатты. Батыс пен Ресей арасындағы даудан соң жағдай тіптен ұшығып кетті. Қазақстан мен Беларусь өндірушілері түрлі мәселеге тап бола бастады. Қазір Тоқаев өз ойы барын, Қазақстан мүддесін қорғай алатынын көрсетуге талпынып, саяси ұпай жинауға тырысып жатыр. Мысалы, қазір Facebook желісінде не болып жатқанын қараңызшы. Тоқаевқа бұрында бүйрегі бұрып отыратындар қазір президенттің одағы жиында айтқан сөз үшін ұлықтап жатыр. Бұл әдейі қолдан жасалған іс. Тоқаев Назарбаевқа қарағанда Қазақстанның ұлттық мүддесін қорғай алады дегендей емеурін жасап жатыр. Бірақ Тоқаевтың айтқан пунктлерін мұқият қарап шықсаңыз, бәрі мүмкін емес нәрсе. Мұны біз қазақстандық сарапшылары 2014 жыл айтқанбыз. Тоқаевтың Ресейді басқа елдердің мүддесін өскеруге шақыруы берекесіз тірлік. Себебі Ресей мұндайды елемейді де. Ресей одаққа мүше елдерді өзінің сателиті деп санайды. Президенттің бұл мәлімдемесі Қазақстандағы аудиторияға арналған. Сарапшының айтуы бойынша жағдай ұшыға бермек. Мысалы, Ресей Өзбекстанды одаққа мүше етуге қанша тырысса да, Ташкент, Қазақстан сияқты алып ұшып кіре қойған жоқ. Бақылаушы статусын сақтап қалды. Ал одақ ішінде Ресей мен Беларусь, Қазақстан мен Қырғызстан арасында қандай мәселе барын бақылап отыр. Ташкент бұл одақ шын мәнінде геосаяси құрылым екенін ұқты. Ресейдің көңілін қалдырмас үшін бақылаушы болды. Өзбекстан одаққа мүше болмаса да, Ресеймен экономикалық қатынасын еш азайтпайды. Ресей бизнесі Өзбекстан нарығына еніп жатыр. Елдегі ресейлік өндіріс орнының саны артты. Мәскеу өзбек шаруаларының өнімдеріне ыңғайлы жағдай жасап отыр. Неге? Себебі Ресей Өзбекстан маңызды серіктес екенін түсінеді. Сол үшін де одақ мүшесі емесіне қарамайды. Бұл парадокс. Беларусь, Қазақстан одаққа мүше бола тұра Ресейден көп шектеу көреді. Ресей ұйымға кірмейтін мемлекеттерге Қазақстан мен Беларусьқа қойғандай шектеу қоймайды. Мәскеу оларға артықшылық берген. Бұл Қазақстан өзін-өзі шығу оңай соқпайтын тұзаққа түсіргенін көрсетеді. Мүдделерімізді ескерсек, одақтан шыққан дұрыс. Еуразия экономикалық одағы ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйыммен бірге Ресейдің ықпалын жүргізетін ұйымға айналып барады. ОКШБ саяси, ал одақ экономикалық құрал. Батыс пен Ресей арасындағы қақтығыс таяуда бітпейді. Бұл одаққа мүше елдер Ресейдің сыртқы саясаты мен экономикалық саясатының тұтқыны бола береді деген сөз. Мәскеудің сыртқы саясатындағы күмәнді тірліктермен санасуға тура келеді. Бұл Қазақстан экономикасына кесірін тигізуді бастатта кетті. Мысалға, таяуда Беларусь Қазақстаннан мұнай сатып алмақ болды. Бірақ Ресей рұқсат етпей қойды. Негізі Қазақстан сатуға әзір болған. Сол кезде Беларусь президенті Александр Лукашенко Ресейдің бір одақтасы екінші бір одақтасымен саудаласқысы келеді. Бірақ Ресей кедергі болды деп, мұның ақылға қонбайтын жағдай екенін дәл байқады. Бұл Ресейдің басқа мемлекеттер мүддесіне, Беларусь елінің де, Қазақстанның да мүддесіне түкіргені барын көрсетті. Ал Қазақстанның өз мүддесін қорғау ұмтылсын Ресей қалай қабылдайды? Сарапшының айтуынша, біз Ресейге жалтақтамауымыз керек. Мәскеу менің шешімдерімді одаққа мүше басқа мемлекеттер қалай қабылдап жатыр екен деп жатқан жоқ. Қазақстанның нақты ұлттық мүддесі бар. Соны қорғауымыз керек. Ресейге ұнаса да, ұнамаса да, мүддеге қайшы келді ме, Қазақстан ашық айту керек. Созбақтаудың, жұмсартудың қажеті жоқ. Совет одағы құлаған. Мәскеу ойын ережесін анықтайтын орталық емес. Оған қоса Ресейге одақ туралы айтқан сынға Кремль бірде-бір рет құлақ асқан емес. Беларусь президенті Ресейді сынағанда Мәскеу оған қысым жасауға тырысты. Бастамаларына лобби жасаумен де болды. Одақ шеңберінде ортақ валюта шығару, ортақ қаржы орталығын құру, ортақ ақпарат алаңын ашу, ішкі сыртқы шекараларды бірге бақылау сияқты бастамалар көтерген. 2014 жыл құжатқа қол қойылғалы жатқанда Мәскеу келісім ішіне өзінің геосаяси мүддесін кіргізіп жіберуге тырысты. Ресей бұл тірлігін жалғастыра береді. Мақсаты постсовет кеңістікте бақылауын күшейту, геосаяси мақсатқа экономиканы ұстау. Қазақстанға мүддесін қорғап қалу қиын болады. Себебі біз одақ мүшесіміз. Ал Қазақстанның Ресейге қысым жасайтындай қандай құрал бар? Ешбір құрал жоқ. Беларусьтің де жағдайы осы. Наразы болып айқайлай беруіміз мүмкін. Бірақ Қазақстан қолдана алатын қысым құралы біреу-ақ. Ол
одақтан шығу. Бірақ Тоқаевтың бірер жылда мұндай шешім қабылдауы онша мүмкін емес сияқты. Құжатқа қол қоюға келіспегеннен соң келесі күні-ақ Тоқаев Ресей елшісімен кездесіпті. Кездесу барысында Қазақстан мен Ресей арасындағы жан-жақты стратегиялық серіктестіктің қазіргі ахуалы мен перспективалары талқыланды деп хабарлады Ақорда. Жалпы Ресейге жалтақтана қарау Назарбаев жасаған саясат. Тоқаев солы жалғастырушы ғана. Назарбаев дәуірі аяқталып келеді әрине. Мұны бәрі біліп отыр. Бірақ ол кеткеннен кейін де бұл саясаттың жалғаспайтынына күмәндімін. Ал бізде бүгінге осы. Назарыңызға рахмет. Каналға жазылып, осы видеоға лайк басып, пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Амандықта көріскенше сау болыңыз.